Ассалаумағалейкум әлеумет, эфирде жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шынтемір және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Алдымен аңдатпа. Алматыда құрылыс нысандарының бірінде жұмысшы биіктен құлап мерт болды. Мұндағы қауіпсіздіктің сақталмауына кім жауапты? Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой қайта вакциналаудың алғышарттарын айтты. Ревакциналау алдымен кімдерге жасалады? Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қаладағы құрылыс нысандарын қатаң бақылауға алуға кірісті. Наурызбай аудандағы жаңа нысанға қандай баға берді? Алматыда құрылыс нысандарының бірінде жұмысшы биіктен құлап көз жұмды. Оқиға Самал-3 ықшам ауданында болған. Құрылысшы жедел жәрдем келгенше тіл тартпай кеткен. Бой көтеріп жатқан бұл көп қабатты тұрғын үй кешені Медеу ауданында орналасқан. Марқұм болған жігіттің әріптестерінің айтуынша, жоғары қабатқа шыққанда оның байқаусызда аяғы тайып кеткен. Сырт жағынан ба? Соны балкон, мына балкон. Мына қиғаш. Қандай балкон? Былай тұр. Ол жерде лист қойылады. Лист қатырып атқан кезде аяғы тайып кетті. Үйдің жоғары қабатына 25 жастағы құрылысшы қауіпсіздік белгісін тақпай шыққан көрінеді. Оны қалалық полиция департаментінің мамандары тексеру кезінде анықтаған. Осы іс бойынша сараптама жұмыстары тағайындалды. Қазіргі уақытта бұл іс бойынша арнайы сараптамалар тағайындалып, қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Оның қорытындысы бойынша оқиғаға құқықтық баға беріледі. Ал жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында 624 өрт болып, 45 адам көз жұмған. 39 адам түрлі деңгейдегі дене жарақаттарын алған. Тек өткен аптаның өзінде тілсіз жау 3 адамның өмірін жалмапты. Төтеншеліктер өрт оқиғаларының жиілеп кеткенін айтады. Олардың басым бөлігі пеш жағу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан орын алатын көрінеді. Дәл осы себеппен 6 қараша күні Қызылжар ауданы Бескөл ауылында 2 кәмелет жасқа толмаған қыз пеш түтініне уланып, балалар ауруханасына жеткізілген. Такой случай у нас произошел 6 ноября. Бұл оқиға қатты отынмен жылытатын пештің ақау салдарынан орын алды. 2014 және 2016 жылы туған қыздар зардап шекті. Қазір олардың денсаулығы мен өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Ал 5 қараша күні Петропавл қаласы Васильев көшесі 22-ші үйде қызыл жалын шықты. 2 адам ауруханаға жеткізіліп, олардың бірі алған жарақаттарынан сол жерде жан тәсілім етті. Ал өрт орнынан 1985 жылы туған ер адамның мүрдесі табылды. Bir күннен кейін дәл осындай жағдай облыс орталығында да болды. Атырауда жеке тұрғын үйде жылыту қазандығы жарылып, 20 шаршы метр болатын тұрғын үй отқа оранды. Апатты жағдай Балауса шағын ауданында 24-ші көшеде орналасқан үйде болыпты. Табиғи газға қосылған жылыту қазандығы газ ауа қоспасы жарылған. Өрттен 3 адам зардап шегіп, облыстық ауруханаға жатқызылды. Оның екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. 90% дене күйік жарақатын алған. Тілсіз жаудың нақты неден тұтанғаны қазір анықталып жатыр. Әрине, бұндай жағдайлар өкінішке орай жылда алынып отырады. Оның әртүрлі себептер болады. Ол жаңа газдан және де қаламыздың тұрғындарын қарапайым өрт қауіпсіздік талаптарын сақтамауынан болып отырады. Жылына енді болжаммен 5-тен 7-8 оқиға жағдай болып отырады, орын алып отырады. Балаларға вакцина мектептерде салынады. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Оның сөзінше жақын арада білім ошақтарында оқушыларға коронавирусқа қарсы вакцина салу үшін егу пункттері ұйымдастырылады. Ал келер жылдың басынан жаппай ревакциналау жүргізіле бастайды. Үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой балаларға коронавирус вакцинасы мектептерде салынатынын мәлімдеді. Ковидке қарсы екпе ата-аналардың келісімінен кейін 12 жастағы оқушыларға егіле бастайды. Сонымен қатар келесі жылдың қаңтарынан бастап жаппай ревакцинация жүргізіледі. Допускается к ревакцинации. 60 жастан асқан және коронавирусқа қарсы антиденелері жоқ адамдар ревакциналаудан өте алады. Қазақстандықтар сәуірде жаппай вакцина салдыра бастады. Соған байланысты қалған азаматтар 2022 жылдың қаңтарынан қайта екпе жасата алады. Сонымен қатар үкімет отырысында еліміздің 2021 жылғы қаңтар-қазандағы әлеуметтік экономикалық дамуының және республикалық бюджеттің атқарылуының қорытындылары қаралды. Осы ретте Асқар Мамин Қазақстан экономикасы сенімді өсу қарқынын сақтап тұрғанын айтты. Инвестициялардың өсу қарқыны біртіндеп қалпына келуде, өсім 2,5%. Ал тау-кен өндіруді есептегенде 14% өсіп отыр. Негізгі капиталға инвестициялардың жоғары өсу көрсеткіштері құрылыста, өңдеу өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығында, саудада, жылжымайтын мүлікпен операцияларда, қаржы қызметінде байқалып отыр.
Ал республикалық бюджетте 40 миллиард теңге игерілмей қалған. Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев нақты қай министрліктер бюджет қаражатын игере алмағанын жеткізді. Игерілмеудің неғұрлым ірі сомалары төтенше жағдайлар, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі, денсаулық сақтау, ішкі істер және қаржы министрліктерінде қалыптасты. Игерілмеудің негізгі себептері төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген, шот фактуралардың орындалған жұмыс актілерінің уақытылы ұсынылмауы, қазынашылық органдарына төлем шоттарын кеш ұсыну және де конкурстық рәсімдердің ұзақ өткізілуі. Бұдан бөлек халық санағының нәтижесі қашан жарияланатыны белгілі болды. Ұлттық статистика бюросының басшысы Нұрболат Айдапкеловтың айтуы бойынша ел тұрғындарынан 500 мыңнан астам өтініш түскен. Ал респонденттерге 20 миллионнан астам SMS хабарлама жіберілген. Қазіргі таңда бюро алынған деректерді өңдеуге кіріскен және алдын ала деректерді биылғы желтоқсан айында ұсынуды жоспарлап отыр. Қаламқас Нысанбай, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Наурызбай ауданындағы Қарғалы су жинау және су дайындау бекетінің құрылысы жалғасып жатыр. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жұмыс сапарымен нысан құрылысын тексерді. Сондай-ақ мегаполис басшысы бірқатар шағын ауданға барып, инженерлік желілер тарту жұмыстарымен танысты. Толығырақ Назкен Еркін айтып береді. Қарғалы су жинау станциясының ғимараты бүгінде көзге көрініп біршама бой көтеріп қалған. Қазір нысанның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жұмыстарды жіті бақылауына алған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев атқарылған шаруаларды тағы бір тексерді. Бұл жер кешеннің ең басты, ең маңызды орындарының бірі. Таудан аққан су мынадай резервуарларға келіп құйылып, сонда тазартылады. Қазір мұнда құбырларды жалғау жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы станция тәулігіне 15 мың текше метр суды тазалауға қауқарлы. Ал мамандар ауыр құрылымды кешен болғанына қарамастан құрылысты белгіленген мерзімнен қалдырмауға тырысып бағудамыз дейді. Монолитный жұмыстар аяқталды деп бітуге болады, кішкене ғана қалды. Енді ары қарай біз деген инженерный сети дейді ғой, оның ішінде тоқ өткізу, труба өткізу, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Әрі қарай мегаполис басшысы Құрамыс шағын ауданында қалпына келтірілген 10 километр жолдың сапасын тексерді. Одан кейін Алатау ауданының тұрғындарымен кездесті. Мәселен, Самғау шағын ауданының тұрғындарын жарық кәріз жүйесі мәселесі толғандырады. Халықтың бұл сұрағын шешу үшін осындағы 30 үйге кәріз суын тартатын және кәріз желісін жүргізу жобасы әзірленбек. Сондай-ақ балалар алаңын салу мүмкіндігі қаралды. 20 жылдан бері бізде кәріз жүйесі жоқ. Сосын қыста үйдегі жарық 4-5 сағатта өшіп қалады. Ал үйді электр пешімен жылытамыз. Әкім мырза келіп өзі танысты. Мәселеміз оңтайлы шешіледі деген ойдамыз. Мына көшеміз тупиковый болғаннан кейін, жатқанlarымыз барлығы көше жақта болғаннан кейін, біз 2 апта сайын машина шақырамыз. Жауын жауған кезде, мына ливневкамыз бәрі толып кетеді, су бетіне шығады. Балалар да обал болып кетті екен. Ешқандай площадка, ештеңке нәрсе жоқ. Енді көктемге дейін жауабын береміз деді. Бір мардымды жауабын береміз деді. Біз ризамыз, әрине. Ал Қарасу шағын ауданының тұрғындары жолдың сапасына наразы. Мұнда 26 километр су құбыры мен 22 шақырым кәріз желісінің құрылысы аяқталып қалған. Қала әкімі жауаптыларға жол төсемін қалпына келтіру жұмысын бақылауды тапсырды. Ауыз су жүргіземіз деді, қалаға қосып, Горвода каналға. Сосын канализация екеуі сол себептен қазылған. Соны енді қазіргі қазып атқан жерлерін қазып, былай сразу жамап кетіп жатыр. Өтініш жасадық, мына ол кісілерге рахмет. Бүгін келіп өздері қадағалап кетті. Сондай-ақ бюджетке қатысу жобасы бойынша Қарағайлы шағын ауданындағы Тәжиев көшесінде балалар мен спорт алаңдары бой көтерген. Ал Ұлжан 1-2 шағын ауданында жүргіншілер аймағы салынды. Ондаған жыл қараусыз жатқан жер абаттандырылып, қазір онда футбол мен балалар алаңы, өзен үстіндегі көпір салынды. Назкен Еркін, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев Мексиканың Түркия мен Қазақстан Республикасындағы елшісі қызметін қоса атқарушы Хосе Луис Мартинес Эрнанdeспен кездесті. Бұл туралы шаһар басшысы өзінің Facebook парақшасында мәлімдеді. Кездесуде Алматы мен Мехико, Монтеррей қалалары арасында ынтымақтастық мәселелер талқыланды. Ортақ мүдде сауда, гуманитарлық іс-қимылды, қалалық инфрақұрылымды дамыту. Айта кетейік, осыдан 2 күн бұрын Алматыда Мексика консулдығы ашылған еді. Салтанатты рәсімде Мексика елшісі қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтап, бұл мерекенің екі ел үшін де маңызды екенін атап өткен болатын.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялаған соң 15 күннен кейін Мексика Қазақстанның егемендігін мойындаған еді. Көріп тұрғаныңыздай, о бастан-ақ біз сіздерге жақынбыз, сіздермен біргеміз. Бірінші күннен бастап-ақ сіздерге сенген едік. Сенімге селкеу түскен жоқ. Осы себепті біз үшін де Қазақстанның 30 жылдық мерейтойы өте маңызды шара. Құрметті көрермендер, Мексиканың Түркия мен Қазақстандағы елшісі қызметін қоса атқарушы Хосе Луис Мартинес Эрнандестің тәуелсіздіктің 30 жылығына арналған арнайы сұхбатын арнамыздан кешкі сағат 18:25-те көре аласыздар. Еліміз егемендігі алғалы екі ел арасында қарым-қатынастың дамуы, алға қойылған мақсаты, жоспарлары сөз болады. Тарих ғалымының тарланы. Осындай атаумен бүгін ұлттық кітапхананың үлкен залында тарихшы ғалым Манаш Қозыбаевты еске алуға арналған дөңгелек үстел өтті. Профессордың шығармашылығы мен еңбек жолын дәріптеген жиында кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Қазақстандық тарих ғылымының көрнекті өкілдерінің бірі, отандық білімнің ірі ұйымдастырушысы саналатын Манаш Қабашұлы тәуелсіз ел тарихы туралы тың деректерді қалдырған. Ол 800-ден астам ғылыми жұмыс пен 30 монографияның авторы. Одан бөлек 50-ге тарта ұжымдық жұмысы мен оқу әдістемелік құралдары да аса ірі көлемдегі зерттеу еңбегі болып саналады. Манаш Қабашұлының артында өлмес, өшпес мұра қалды. Бұл мұраны игеру бүгінгі жас ұрпақтың басты парыздарының бірі. Әсіресе Манаш Қабашұлының шығармашылығының терең құндылықтары ол кісінің ұлт тарихының барлық саласы бойынша қалам тербегендігінде. Бүгінгі іс-шара Манаш Қозыбаевтың ғылыми педагогикалық жұмысына жасалған шолумен басталды. Сондай-ақ арнайы ұйымдастырылған кітап көрмесінде академиктің мерзімді басылым беттеріндегі көлемді туындылары қойылған. Манаш Қабашұлы мені ғылым жолына жетелеген ұстаз болды. Ғалым ұстаз ретінде ол кісі бұлай қатал болды. Адамға талап қоя білді. Өзі болмысында адам тани білетін адам еді. Айта кету керек, ұлттық кітапхана қорында Манаш Қозыбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы 2000-ға жуық басылым сақталған. Сондай-ақ автордың монографиялары мен ғылыми еңбектері де осында. Мадина Оқас, Ялкынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Қымбатты көрермен, бізге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмам. Кешкі жаңалықтарда кездескенше.